Өткенде бір кісіні жолықтырдым, көріп кел екен дейді. Маған жолың байланып қалған, садақа көп бер деді. Өзінше мен офисыма барды, мені оқыды дейді. Мен мүлде сенбедім. Ата-бабаларыммен сөйлескендей болды. Аллаға серік қосу деп түсінемін. Бірақ ол көріп кел кісі әлі мені мазалап жүр. Әкең түсіңе кіре ме, сенің алдыңнан авария көріп тұрмын, аварияға түсуің мүмкін дегендей сөздер айтып жатыр дейді. Көріп кел деген кім? Ол қазір бүкіл дүние кімді ұлықтап тұр? Дәрігерлерді. Оқыған, көзі ашық, заманауи дәрігерлер ол Құдайдың жолындағы адамзатқа пайда әкелетін адамдар. Өйткені неге? Олар ғылымға сүйеніп отыр. Олар нақты нәрсеге сүйеніп отыр. Құдайға тәуекел етіп, адамдарға ғылымменен ем жасап отыр. Көріп кел деген кім? Қазақта өз сөздің өзі айтып тұр, көріп кел, көріп келетіні бар адам. Яғни бір көріп келетін, жүгіріп баратын, барып байқап келетін, қасында біреуі бар. Жыны бар деген сөз. Сондықтан Абай атамыз айтады: моласындай бақсының жалғыз қалдым тапшыным дейді. Қазақ демек бақсыны, қайтыс болған кездегі бақсыны мұсылмандардың қорымына жерлемеген екен. Себебі ол мұсылман дініне қайшы болғандықтан оны бақсыны Шоқан Уәлихановтың да кітаптарында, мәшһүр аталарымыздың да даналықтарын досы дүние келеді. Ол бақсылық қазақтың жолы емес, мұсылманшылықтың жолы емес. Бақсы деген кім? Жын шайтандарменен байланысу арқылы жаңағы отты шайнап, істік темірдің үстінде жатып, жынмен байланысып, айдалада қаңғыр-сұңғыр етіп, өзінің жаңағы өмірін сүріп, адамдарға келетін сондай бір адам. Ал енді сол көріп келге пайғамбар алейхиссалам айтады: кімде-кім көріп келдің айтқанына сенсе, маған түскен кітапқа қарсы болды дейді. Яғни Құранның қағидасы, пайғамбарымыздың бүкіл мұсылманшылық қағидасы, қазақтың адал жолы еш уақытта көріп келдің жолымен сәйкес келмейді. Кейде айтамыз, көріп келдің айтқаны келеді. Әрине айтқаны келеді. Оның қасындағы жын шайтандар Алла тағаланың қасындағы тағдыр тақтасынан әртүрлі ақпараттарды ұрлап адамдарға айтады. Сондықтан оның айтқаны келеді. Және ол жай айтпайды. Бір шындыққа 100 өтірік қосып айтады. Бір шындыққа 100 өтірік қосқаннан кейін адам ішіндегі бір-екі шындықты естіп қалады да, қалған өтіріктің бәріне сеніп кетеді. Сондықтан біз жолымыз ашылсын деп өмірде әртүрлі қиналып жүретін болсақ, бірінші кезекте сол біліп-білмей істеген күнәларымызға, жасырын, жария, үлкен кіші күнәларымызға көп тәубе қылуымыз керек. Адам неғұрлым күнәдан таза болған сайын, жаңағы аурудан аман болған адамның ағзасы секілді, адамның рухы да шат болады. Адамның рухы шат болып, өзін жеңіл сезінеді да, тілеген дұғасы қабыл болады, адамдармен араласса ісі берекелі болады. Сөйтіп ол қазақша бір ауыз сөзбен айтқанда жол ашылады. Сондықтан жолдың жабылуы біліп-білмей істеген күнәлардың кесірінен болады. Жолдың ашылуы тәубеміз қабыл болып, Құдайға жақындағаннан болады. Ал енді сіз күнәңіз азайып, Құдайға жақындап, жолыңыз ашылса, одан кейін сіз жақсы адамдардың қадірін білесіз. Ақылыңыз сізге дұрыс ақпарат бере бастайды. Физикалық күшіңізді дұрыс нәрсеге пайдаланасыз. Мысалға, неге бір адамдар біліп тұрып құмар ойын ойнайды? Біліп тұрып арақ шарап ішеді. Біліп тұрып өзінің жақсы көретін әйелін боқтайды кейде. Себебі адамды басқаратын, Абай атамыз айтады, жүректе, хадистерде де келеді, ақыл жүректе деп. Сөйтсек, неге біз айтамыз ғой кейде ақыл мида, ақыл баста деп. Негізі жұмыс жасайтын, әртүрлі қорытынды шығарып, адамға бағыт-бағдар беретін ақыл болғанмен оның тамыры жүректе жатады екен. Ақылдың пульті дейміз бе, ақылдың басқару тетігі дейміз бе, ол жүректе жатады екен. Сондықтан хадисте соның тоқетерін бір-ақ айтқан екен. Ақыл жүректе. Яғни жүрек неғұрлым нұрлы болса, жүрек неғұрлым кең болса, жүрек неғұрлым кешірімді, жүрек неғұрлым Алланың зікіріне толған сондай бір ізгі болатын болса, ол мына адамның ақылына дұрыс сигнал береді. Дұрыс жаққа қарай бағыттайды, дұрыс жаққа қарай басқарады. Сол кезде адамның ақылы оған ақ пен қараны ажыратып, пайда мен зиянды ажыратып бере бастайды. Ал енді адамның жүрегі күнәға толса, тас боп қатайса, адамның жүрегі өкпеге, ренішке, кекке, ызаға толып тұрса, адамның жүрегі қатайып, қустанып тұрса, ол қанша ақылды болса да өзіне пайдалы жұмыспен айналыса алмайды. Жолыңыздың жабылуы ол әкеңіздің әруағынан емес, ол өзіміздің біліп-білмей істеген күнәларымыздан.